Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі қарастыратын дәріс тақырыбы қоғам және мәдениет. Қарастыратын сұрақтар: бірінші, қоғам ұғымы философия тарихындағы әлеуметтік ой. Екінші сұрақ: қоғамдық қатынастар, қоғамдық сана ұғымы, қоғамдық сананың түрлері. Үшінші сұрақ: қоғамның типтері, қала, урбандану. Төртінші сұрақ: мәдениет философиясы. Қоғам адамдардың арасында қалыптасатын сан алуан байланыстар мен қарым-қатынастардың жиынтығы. Философия тарихындағы әлеуметтік ойларға тоқталсақ, Қытай философиясында халық шөп, ел билеуші жел. Жел қай жаққа үрлесе, шөп сол жаққа майысады. Әл-Фараби қоғамның ахуалын халифтің адалдығы, әділеттілігі, көрегенділігімен байланыстырады. Аврелий Августин, Фома Аквинский қоғамның дамуын алдын ала болжанған құдайдың әмірімен ұштастырады. Карл Луи де Монтескье қоғамның өрлеуін монархтың іс-әрекетімен байланыстыра отырып, қоғам өміріндегі заңдарды жетілдіруді бірден-бір шешуші фактор ретінде қарайды. Мұны құқықтық көзқарас деп әдебиетте атап кеткен болатын. Карл Ясперс те тарихтағы рухани төңкерістерді қоғамның дамуының негізіне жатқызады. Оның ойынша адами ахуал әрқашанда рухани ахуал. Енді қоғамдық қатынастарға келетін болсақ, қоғамдық қатынастар дегеніміз адамдардың арасында қалыптасатын, тұрақты да қайталанатын байланыстар. Қоғамдық қатынастарды жалпы түрде алғанда горизонтальды және вертикальды деп екіге бөліп талдаймыз. Қоғам жөнінде тағы бір негізгі терминдердің бірі ол әлеуметтік роль. Әлеуметтік роль белгілі бір әлеуметтік ұстанымға ие жеке адам үшін нормативті қолданатын, мінез-құлық үлгісі болып табылатын, салыстырмалы, тұрақты және іштей байланысты әрекеттер жүйесі. Әлеуметтік статус, яғни мәртебе, қоғамдағы жеке тұлғалар мен әлеуметтік топтардың қандай да бір құқықтар мен міндеттер жиынтығымен байланысты жалпы жағдайы. Яғни адамның қай әлеуметтік топқа жататынын көрсететін категория. Сословие, дәстүрмен немесе заңмен бекітілген және мұрагерлік арқылы берілетін құқықтар мен міндеттер бар әлеуметтік топ. Біз қоғамды ашық және жабық қоғам деп екіге бөліп қарастырамыз. Ашық қоғам ол мемлекеттің ішкі саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени жүйелерінің деңгейін білдіретін ұғым. Карл Поппердің еркін қоғам концепциясы мұнда білімнің барлық түрлері және кез келген әлеуметтік саясат ашық сыналады. Жабық қоғам догматты түрде жеке басқа табынушылықты, сондай-ақ дамудың ерте кезеңдеріне тән сипаттармен жаңару, жаңғыруларсыз, ілгері қозғалыссыз тұрып қалу. Біз қоғамды батыс қоғамы және шығыс қоғам деп екіге бөліп қарастырамыз. Шығыс қоғамының негізгі ерекшелігі қауымдасып өмір сүрудің биік мәртебесінде. Ал батыс қоғамының ерекшелігі жеке тұлғаның өзіндік құндылығы мен жеткіліктігі, оның еркіндігі мен өз іс-әрекеттерін билеушілігі негізгі құндылықтар болып табылады. Екінші ерекшеліктерінің бірі ол рационализм. Қоғамдық сана ұғымына тоқталар болсақ, қоғамдық сана дегеніміз қоғамның рухани өмірі, адамдардың қоғамдық психологиясы, идеологиясы, саяси және құқықтық көзқарастарын айтамыз. Қоғамдық сананың 5 түрлі формасы бар. Олар саяси сана, құқықтық сана, моральдық сана, эстетикалық сана және діни сана болып табылады. Жалпы 21 ғасыр басындағы қоғамды біздер ақпараттық қоғам деп атаймыз. Ақпараттық қоғам термині Америка Құрама Штатында 1970 жылдары пайда болып қалыптаса бастады. Ақпарат, яғни информация ұғымы латынның түсіндіру, ұғындыру деген сөздерінен шыққан. Және адамдар, адам мен автомат, автомат пен автомат арасындағы мәлімет алмасуды білдіретін ғылыми ұғым. Қала, урбандануға келетін болсақ. Урбандалу, урбанизация, яғни латын тілінен аударғанда қала, қалалық дегенді білдіреді. Урбандалу, урбанизация, қала тіршілігі мен тұрмысы және мәдениетінің үстемдікке ие болуын айтамыз. Жалпы урбандалу процесінің негізгі себептері:
Қалада көп компаниялар орналасқандықтан, қаладағы жалақының орта мөлшері ауылдықтан артық болуында. Екінші, қаладағы сан түрлі мүмкіндіктердің бар болуында. Үшіншісі, қала маңындағы ауылдардың қаламен қосылуында, агломерация деп айтамыз. Жалпы мәдениет философиясына келетін болсақ, Американ ғалымдары Кребер мен Клахон 1964 жылы мәдениеттің 257 анықтамасы барын анықтаған еді. Қазіргі кезде олардың саны 500-ге жуық. Мәдениет сөзін ең алғаш рет римдік сөз шешені Цицерон адам санасына әсер ету мағынасында қолданған. Кейіннен мәдениет латынның культура, яғни өңдеу, күту, бағу деген сөздерінен бастау алады делінген. Мәдениеттің кез келген анықтамасын қарастырғанда мына жайттарды еске ұстағанымыз жөн. Мәдениет ол қоғамның бір бөлігі, саласы емес, оның мәнді құндылық сипаты болып табылады. Адамсыз мәдениеттің, мәдениетсіз адамның болуы мүмкін емес. Мәдениет мазмұнында адамдық әрекет тәсілі, оның нәтижелері адамның қалыптасып дамуындағы маңызды көрініс табуы жатыр. Мәдениеттің қоғамда атқаратын қызметтеріне келер болсақ, бірінші ол адамдандыру, мәдени мұрагерлік, танымдық, коммуникативтік және реттеушілік. Ғалымдар бұдан да басқа мәдениеттің герменевтикалық, аксиологиялық, футурологиялық қызметтерін атап көрсетеді. Шартты түрде мәдениетті материалдық, рухани деп екіге бөліп жіктеп қарастырамыз. Материалдық мәдениетке сәулет өнері, техника, агромәдениет, өнер және культ, әшекейлеу тағы басқалар жатады. Рухани мәдениетке рухани ілімдер, мораль, мифология, дін, философия, ғылым, құқық, білім беру және өнерді жатқызамыз. Өркениет латынның азаматтық, мемлекеттік, қалалық деген сөздерінен бастау алады. Қазіргі философиялық әдебиетте өркениет ұғымын бірнеше тұрғыдан қарастырамыз. Біріншісі, өркениет мәдени даму сатысы. Оның сипаты қалыптасқан өндірістік қатынастарға байланысты. Мысалы, антикалық өркениет, буржуазиялық өркениет тағы да басқа. Екінші, өркениет варварлықтан кейінгі қоғамдық даму сатысы. Ол таптардың, мемлекеттердің, жазудың пайда болуымен және халықтың қалаларда шоғырлануымен сипатталады. Үшінші, өркениет жалпы адамзаттық мәдениеттің бірлігін, тұтастығын білдіреді. Келесі бір мағынасы өркениет ұғымы мәдениеттің материалдық жағының дамуы техника мен технологияның өркендеуімен байланыстырылады.